Қазақстан Республикасы Евразия құрлығындағы мемлекет. Мемлекетіміз солтүстікте Ресеймен, оңтүстікте Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстанмен, ал шығыста Қытаймен шектеседі. КСР-ның ыдырауына байланысты өз егемендігін 1991 жылы 16 желтоқсанда жариялады. Мемлекеттік тілі қазақ тілі. Елордасы Нұр-Сұлтан. Қазақстан жерінің үлкендігі жөнінен Ресей, Канада, Қытай, ақш, Бразилия, Аустралия, Үндістан, Аргентинадан кейінгі 9-шы орында тұрады. Мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба, әнұран. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы әлемнің ең жас астанасы болып есептеледі. 1998 жылы ЮНЕСКО бас қаланы бейбітшілік қаласы деген атауға сай деп танып, медальмен марапатталады. 2019 жылдың наурызында қала атауы тұңғыш президенттің құрметіне Нұр-Сұлтан деп өзгертілді. Қазақстанда адам саны 19 миллионнан астам, шамамен 130-дан астамы өзге ұлт өкілдері. Оның 49% ерлер, 51% әйелдер. Қазақстан халық саны бойынша 64-ші орында.